абайдың 14-ші қара сөзі. Кез келген адамның жүрегі болады. Яғни, тірі адамның жүрегінде көптеген сезім мүшелері болады. Мысалы, махаббат, рахымдылық, сыйластық, мейірбандық, құрмет, алғыс, рахмет, тағы да басқа да сезім мүшелері бар. Мысалы, біздің баяғы ата-бабаларымыз былай істеген. Отбасыға махаббат, құрмет, тағы да басқа да сезім мүшелерін қолданған. Ал туысқандарына құрмет, рахметтілік, рахымдылық, мейірбандылықты көрсеткен. Ал өздерінің жауына жаманшылық, яғни өзінің ашуын, намысын көрсеткен. Ал қазіргі таңда жай әшейін бір ғана, екі-үш қана өздерінің сезім мүшелерін қолданатын сияқты. Жай әшейін ашушандық, жаманшылық, тағы да басқа да сондай сезім мүшелерін ғана қолданады. Әр адам өз сезім мүшелерін әртүрлі қолданады. Мысалы, жай әшейін момақан адам, ол ешкімге сөйлемей, сезім мүшелерін қолданбай, бар болғаны өзінің білімге деген, кітапқа деген өзінің сезімдерін қолдана береді. Яғни, жұмысқа деген махаббат ол жауапкершілік дегенді білдіреді. Ал кейбір адамдар намысшыл болады. Ондай намысшыл адамдар бұзық және де намыстау, енді айтып тұрғандай, намысшылдау келеді. Және де көп ашу шығарып, балдармен ерегесіп, солайдан жаман болып өседі. Ал кәдімгі жай әншейін адам, ол барлық сезім мүшелерін қолданады. Мысалы, айналасындағы адамдарға мейірбандық, тағы да егерде ол адам мақтаншақ болса, мақтаншақтық, тағы да басқа да өзінің сезім мүшелерін қолданады. Сонда бұл қазақтың сезім мүшелерін дұрыс қолданбауы ма?